Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді, жұмсақ болып шығатын дамские пальчики деп аталатын торттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арасы воздушный болып шығады, отбасыларыңызға ұнайды. Қиын болып көрінгенмен жасалу жолы өте оңай, менімен бірге болыңыздар. Ал енді іске кірісейік. Ыдысымызды аламыз, сары май, суды құйып ішіне шым-шым тұзды саламыз да орташа отқа қоямыз. Майымыз еріп, суымыз бұрқылдап қайнай бастауы қажет. Яғни біз қайнатпалы қамыр жасаймыз. Осылай қайнағанша, майымыз ерігенше орташа отта ұстаймыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Сосын қайнап тұрған суымызға ұнды салып жібереміз да қалақпен тез-тез араластырып қайнатпалы қамырымызды жасаймыз. Қайтадан отқа қойып қамырды араластырып отырамыз. Өйткені қамырдың бойындағы артық сулар тартылуы қажет. Араластырып отырамыз орташа отта. Көп ұстамаймыз, 1-2 минут қана. Қамырды 2 минуттай отта ұстап, артық суы тартылғаннан соң оттан аламыз. Тез суысын деп мен қамырды басқа ыдысқа салдым. Қамырымыз 5 минуттай суығаннан соң жұмыртқаны бір-бірден қоса отырып, араластырып қамырымызды дайындаймыз. Бір жұмыртқа салдым, жақсылап араластырдым. Жұмыртқаны мен 5 жұмыртқа қостым. Яғни жұмыртқаны 4-еу, не болмаса 5-еу қосуымыз мүмкін. Ол біздің консистенциямызға байланысты. Яғни біздің қамырымыз ағып тұруы қажет. Сондай масса шыққанша біз жұмыртқаны қосып отырамыз. Әр жұмыртқаны қосқанда жұмыртқа бөлек тұрмайтындай біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Әрбір жұмыртқаны салған сайын жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіреміз. Біздің массамыз міне осындай болып ағып тұруы қажет. Енді осы қамырды кондитерлік мешокқа салып, барлығын кондитерлік мешокқа салып аламыз. Формамызға асты жабыспас үшін противен саламыз. Енді осындай пішінде біз эклерлерімізді құйып бәрін осылай жасап болғаннан соң қызып тұрған пеште ең алдымен 10 минут 210 градуста пісіреміз. Одан кейін жарты сағаттай 190 градуста пісіріп аламыз. Осындай болып шығуы қажет.
екіншісінде дәл осылай қайталаймыз. Енді кремді дайындаймыз. Мен 500 грамм сливкиға 150 грамм қант ұнтағын қосып миксерледім. Кремі өз қалауыңызша қаймақпен де жасауға болады. Қаймақпен де өте дәмді болып шығады. Міне барлығын пісіріп алдық. 5-10 минуттай суытып алдым. Енді біз тортымызды жинауға кірісеміз. Осындай домалақ форманы қойып аламыз. Біз эклерлерімізді жеке-жеке кремге батырып отырып жинаймыз. Барлығын жеке-жеке батырып аламыз. Қалған кремді осылай бетіне жағып шығамыз. Енді сыртындағы формасын алып тастаймыз. Міне осындай болып шықты. Енді әсемдеуі өз қалауымызша мен жандарына шоколадты ерітіп жағып шықтым. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.